Подтверждение акцияға алтынға алған кезде негізі екеуі ұқсас келеді. Бірақ кішкентай бір нюанстары болады. Алтында подтверждение қалай алынады, акцияда қалай алынады, екі кішкене ерекшелік болады. Сондықтан мен именно неге акцияға подтверждениені қалай алу керек екенін бір көрсететін боламын сіздерге. Так, дневканы белгілеп алдық. Жалпы бізде бір уровень болатын болса 4 сағатта так, кеше күнге анализ жасап жүре салайық. Мынау мысалға жабылу бағасы, бұл неперехайл. Бізде неперехай болған, бірақ нормально қозғалыс болмап қысылып қапты шамалы, иә. Енді неперехай болғанмен бұл не істейді? Бұл кішкене өзін зеркальный найден бір құлап беру керек деген бізде бір анализ тұрады уже, иә. Не үшін? Потому что дистрибуционный өскен кезде бізде откатын күтеміз. Енді міне мен уровень алдым. Так, цен закрытиен алдым және 42 деген уровень алдым. Так, сосын дневка бойынша так бір мына фитильге жақын и мына фитильге бір екі привязка жасап алып алайын. Не үшін? Қазір осының ішінен біз подтверждениені іздейміз. Так, мен мына максимум бағаны аламын. И мынау так зеркальный баға болып тұр. И мына жерден бір бағаны алайын, бір хайды алайын, иә. Или вообще мынаны алсақ та болады екен. Бола ма осы? 46 болады екен. Так, міне мен 2 ТВХ, 3 ТВХ анықтап алдым уже. То есть анықтап алғанда мен привязка жасап алдым. Просто так алған жоқпын, көрдіңіздер, иә. 46 мен 51 дегенді алдым. Так, баға осы 46 мен 51-дің арасында қозғалыс жасаған. Енді подтверждениені қалай анықтаймыз? Бірінші енді анализ сияқты бір қарауымыз керек, анализімізге қарауымыз керек, иә. Анализ қалай болып тұр? Менде 51 деген баға тұр. Максимум баға бұл дневкадағы ландшафттан алдым, иә. Енді мен 4 сағат бойынша мына бағаларға қараймын. Бұл бағалардың несі бұл? Бізде бұл не болады? Бұл прям критический максимум деп аталады, иә. Максимум 4 сағаттың максимумы. Бізде енді анализ қалай болады? Егер 50-дің үстіне шығып, немесе 51-дің үстіне шығып бара жатса, баға қалай болады? Лоңқа кетеді деген анализ болады, иә. Астына түсіп жатса, сіздің астына, цена закрытиенің астына түсіп жатса, шортқа кету керек деген сияқты анализ болып жатады, иә. Так, 4 сағаттан осы уровеньді алдым. Так, 4 сағаттың максимумын, так, кішкене фительмен емес, денесімен ала салайын. 4 сағаттың максимумын алдым. Әрі қараңыздар, 4 сағат именно осы 50-88 деген уровень неше рет құлатқан екен, бір шортқа құлататын жер екен. Ал енді астынан тағы бір қандай уровень аламын? Так, мына жерде бір 47 деген уровень тұр екен. Бұл зеркальный болып қалады екен. Бізде 46 деген уровень бар, сондықтан мен 46 тұра берсін, иә. 46 тұра берсін. Так, 47 бір зеркальный болып тұр мынау. Осыны ала салайын. 44. Не үшін бұны алып жатырмын? Потому что бұл қарасаңыздар кезінде өсірген екен, иә. Бұны даже қалай алсақ болады? Мына фитильдермен алсақ болады. Былай қараймыз. Мен пока мына жақты жоқ деп елестетем, қай жаққа қараймын? Мына жерлерге қараймын. Қарап тұрмын. Так, 46, 16 деп тұр. 46, 16 деп тұр. Ол әрі өсірген, әрі кезінде құлатқан екен, иә. Мына фитильмен құлатқан. Мына фитильге қарамаймыз, бірақ мынаған жақындау. Так, бұл еще гептің жабылу бағасы екен. Так, еще қарасаңыздар, мына жерде именно осы жерде бір екі разрыв болған екен, 4 сағаттың арасында. Осыны аламын. Болмаса мен жақындатып мынаны да алсам болады, как будто бір шортовый уровень ретінде, шорт сел зона деп осыны алсам да болады, бір әрі бұл 42 деген зеркальныйымызға да жақын екен. Осыны да алып алсам болады. Так, осыны и мынаны тоже алып алсайыншы. Міне 44, 45, 42 болып тұр. Мына жақта, по-моему, мынау 2 рет бірде ұрылған баға сияқты. Мне так кажется, мынау 40 неше мынау? 43, так, 43 хай, 43 open, 43.00 хай. Бүйтіп қарасақ, бұл Тесла көрсетпейді ғой енді. Бірде баға 47.10. Қайсы? Оннан қарап атқан жоқсыз, иә? Осыған анализ жасап отырық қой. Түсінікті. Осы қозғалысқа анализ жасап отырық. Осыған ТВХ подтверждение іздеп отырық. Просто уровень анықтап алайын деп жатқаным ғой. 2 рет ұрған бірде баға керек дедік. 45 бізге қанша? 44-ке 45, 46 дегендерге жақын уровень керек. 2 рет бірде ұрылған. Так, лоу 45, 445, 01, 45, жалпы 45 деген бір как будто бір зеркальный сияқты. Так, мынаның лоу қанша? 43,
95 мынау 43 95. Мынау 43 89 дегенде мен өзгерте сал 43 89 дегенде мен 44 00 деп алып ала салайын. Не үшін? Потому что келген фитильдермен неше рет тиген, әрі исторический геп болған, әрі құлатып жіберген, то есть әрі как будто бір зеркальный сияқты болып тұр, иә. Мысалы 42-44 арасында бір $2 қозғалыс тұр, но все равно мен алып алатын едім. На всякий случай алуға болады. Чтоб қазір сіздерге ТВХ-ға подтверждениені анықтау үшін мен четко бір уровеньді сызып алдым. Так, 44-ті мен просто ала салдым, сондықтан мен 44-ті көзбен алғандықтан не істеймін, бұны округлять етемін. 44-00-ді бір округлять еткеннен кейін нечеткий уровень ретінде алып қоямын. Бірақ көзбен қарасам, бір как будто бір 2 рет ұрылған сияқты. Мына фитильдермен келген, бірнеше рет. Көрдіңіздер ма? 1 рет, 2 рет, так 3 рет фитильмен келген. 4 рет, 5 рет келген фитильмен. Мына жерде тоже бір бөлгені бар екен. 46, 45, 44 деген бөліп тастаған уровеньдері бар екен. Так, енді неге қараймыз? Енді міне уровеньдерді анықтап алдым. Енді бізде анализ қалай болады? Так, мынау 450-88 деген, по-моему, бізде уже геп екен. Кстати, геп ап болып ашылған уровень екен. Геп ап болып ашылған уровень. Так, әрі қандай уровень? Мына жаққа қарасақ, құлатушы не екен, уровень екен. Бізде уже анализ қалай болып тұрады? Уже так, дневка қалай болды? Дневка не перехайл. Бізде уже шортқа қараймыз. 450-ден 78-ге, 450-ден 78-ден біз уже шортқа қарайды екенбіз, иә. Не үшін? Потому что геп ап болып ашылған, әрі мына жақтар қарасаңыздар, мына жақтың үстінен ашылмаған, кішкене төмен ашылып қалған, плюс мына жерде құлатқан екен, иә, бірнеше рет. Сондықтан мен осылай құлатушы уровень деп алатын едім, 450-78 деген уровеньді. Әрі мынау хай болып тұр. Хай не үшін хай? Бұны жаңа ландшафтныйдан алдық. Енді 1 сағатпен бір қарайтын боламын. 1 сағатпен қарасақ баға шынымен 450-ден ненің өзіне құлатқан екен. Келген құлатқан барлық баға цена закрытияның астында жүр. Значит, бізде уже 2 ТВХ тұр. Так, 50 мен 49 деген 2 ТВХ тұр, иә. Екеуі де цена закрытия, так, цена закрытия әрі геп бізге қай жаққа ТВХ, шортқа ТВХ болып тұр, иә. Қай жаққа айтайын? Мына зеркальныйға айтайын, или 44-00-ге дейін. Так, енді подтверждениені қалай анықтаймыз? Жалпы шортқа қарап тұр. 1 сағаттың өзін қарап тұрсыздар, 1 сағат не перехай шортқа қарап тұр, ашылған бағасынан құлауы мүмкін, иә. Так, бұл не істеді? Шортқа қарап тұр, бірақ бірінші не істеді? Бірінші бағаны қарасаңыздар, баға қысылып қалғандықтан не істеген? Ол қысылып ашылған. Бірінші ашылғанда сразу астына барып, бізде не анализ қалай болады негізінде? Бізде мынау минимумнан лонгқа қараймыз, максимумнан шортқа қараймыз деген сияқты анализ бар ғой. Бұл қысыла салды да қай жаққа қарай ұмтылды? Минимумға қарай ұмтылды, иә. Так, 15 минутты ашып қарайын, 15 минуттың соңғы 15 минуттың қараймын. Так, 15 минуттың соңғысы алдындағылар перехайл, бірақ мынаны не перехайл, әрі бәрібір де бұл шортқа қарап тұр екен. Так, 5 минутқа ашып қарай салайын. Так, 5 минутқа ашып қарайын. 5 минут не болып жатыр бізде? 5 минут келді, 44-00-ге келді. Так, бірінші алғашқы свеча, алғашқы 5 минутымыз қалай жабылған? Подтверждает на шорт. Как будто бір шортқа жабылып жатқан сияқты болған. Так, келген, жауып қалған, біз не істейміз? Сразу асығып кіріп кетпейміз, иә, негізінде күтіп қаламыз біраз уақыт. Так, не істеген потом келгенде, так, 1 рет фитиль тастаған, 2 рет фитиль тастаған, үшіншісінде мынау уже үшінші 5 минуттық свеча, налонг подтверждает, мынау, именно мынау. Енді бұны біз қай жақтан лонгқа кіріп кетсек болатын еді? Ретестен ортасына дейін келген бағадан мына жерден лонгқа кірсек болатын еді, иә. 45-00 деген жерден. Значит, бұл жерде негізі басында шынында бірге отырсақ, менің де түсініксіз болушы еді. Не үшін? Потому что бізде 2 рет, 3 рет уже не болып тұр, андай понятие болып тұр, түсінік болып тұр. Фитиль қайта-қайта тастады, значит, бұл не істеп жатыр? Мына уровень қайта-қайта көтеріп тастап жатыр деген сөзді. Значит, бізде не болады? Бұл жер поддержка болып қалады. Енді 1 минутпен ашып қарайық. 1 минутпен подтверждениені қалай аламын? Жаңа 5 минутпен лонгқа подтверждение жаңа фитиль беріп тұр. Енді 1 минутпен подтверждениені былай аламыз. 1 минутпен подтверждениені мәссағана алғашқы 1 минут қалай жабылып қалған? Біріншісі полный шортқа жабылған екен. Келген сызыға дейін өсіпті. Цена закрытияда не істейміз? Міне мынау 450-ге дейін жетпей қалған бірінші подтверждение. Екіншісі, мынау біріншісі жетпей қалды. Екіншісі не істеген? Сызыға дейін бір өскенде, осы жақтан уже фитиль тастап астыға қарай құлап баратыр. Не істеуге болады?
кіруге бола ма шортқа? Иә, болады. Не үшін? Потому что прям импульспен ағып баратыр, астыға қарай ағып жатыр. Прям былай кетіп жатыр. Бұл негізі именно мынандай кезде біз не істесек болады? Мысалға алтында бұндай кезде біз разгон жасап жіберсек болады, иә, прям пытырлатып жіберсек болады. Потому что не үшін? Міне, именно 49-50 ценозагрессияға бізге прям қатты реакция берген екен, да? Реакция беріп жатыр. Реакция дегеніміз осы фитиль тастау, реакция беріп жатыр. 1 минутпен естіп жатыр ол. Не істейміз? Шортқа кіркетеміз, спокойно кіреміз да, шортқа кіреміз. Нені қайда қоямыз? Стоп-лоссты 49-50-ге қоямыз. Так, кірдік, шортқа кіріп кеттік. 48-ден шортқа кірдік. Подтверждение на шорт. Так, 48-ден кеш кіріп қалдық, иә? 48-ден кіріп қойдық, 48-ден кірдік шортқа. Кетті, кәдімгідей шортқа жабылды. Мынау подтверждение, бірінші алғашқы подтверждение. Екіншісі не болды? Екіншісі кішкене көтерілді да, сосын не істеді? Қайтадан импульсына астыға қарай құлап кетті, иә? Так, 48, 47, 46, 45, 45, 44-ке дейін құлаған екен. Так, 48-ден $4 құлаған екен. Арасынан $3 қозғалыс ұстап алуға болатын еді, иә? Так, құлаған. Алғашқы минутында құлап берген екен, шортын берген екен. Жақсы шортын беріпті. Потом уже, так, алғашқыда үлгере алмай қалсаңыз, не істейсіз? Пропустите мынау бәрін. Мынау шортты пропустите. Бірақ мынау подтверждение, мынау, ой, мынау Айгерім ханым көріп тұрсыз ба? Алғашқы свечаны, мынау подтверждение на шорт. Көріп тұрмын. Мынау қысылып қалған баға. Жоғары қарай ұшты да уже сразу откатын беріп жатыр ма? Мынау 49-50. Сіз полный анализіңіз комбо шортқа қарап тұрсыз ба? Шортқа кіріп кетсеңіз болады. Шортқа кіресіз, стоп-лоссты осы 49-50-ге қойып қоясыз да, шортқа кіріп отыра саласыз, иә. Подтверждение на шорт. Енді кейін на лонг подтверждение қалай беріп жатыр? Баға келді, құлап жатыр, уже мына жерден объемный жасыл свеча пайда болып жатыр. Шортты жауып тастасақ бола ма? Болады, иә. Шортыңызды жауып тастасаңыз болады. Қарап күтіп отырасыз, енді ары қарай не болады екен деген. Баға келді, на лонг подтверждает қалай? Қайта-қайта кеп фитильмен кеп кетті. Мыняқа мына уровеньге, мына минимумға реакция беріп жатыр. Қайта-қайта бір рет келді. 2 рет қайтып құлады да, уже одан кейін қайтадан көтеріп жүрді. Уже не жерде бір уровень қалыптастырып алды өздері. Келді, құлады, өсіп, қанша минуттан бері, бір жарты сағаттан бері именно осы жерде консолидация тұрып қалған. Консолидацияда тұрып қалған, ол именно не істейді? Бұл кезде бұл или мына уровеньді тесіп өтеді, или осы уровеньнен поддержка алып кетеді деген екі анализ тұру керек үстіге қарай, иә? Анализ тұру керек. Бұл не істеді? Келді 44-ке келді да, прям фитилін алды, реакциясын алды, жоғары қарай кетті. Бұны жоғары қарай кетіп бара жатқан қай жақтан білеміз? Так, сағатқа қарайсыздар. Сағатқа қарайсыздар. Бұл жерде қарасаңыздар, бұл именно алғашқы жарты сағаттың жабылуы ғой деймін. Жарты сағат па? Или алғашқы 45 минуттың жабылуы ма? Сондай болып тұр. Қазір көре салайын. 15 минут. 15 минут. 15 минутқа қарасаңыздар, так, 15 минут уже көрсетіп тұр екен. 15 минут қандай подтверждение беріп тұр? 15 минутқа қарайсыздар. 15 минут қандай подтверждение беріп тұр? Подтверждение на лонг болып тұр. Әйгерім ханым түсінікті ма? Иә, тыңдап жатырмын, иә. Иә, подтверждение на лонг. Қалай подтверждение? Потому что денесін жоғары қарай тартып алды, фитилін астына тастап кетті. Мынау подтверждение на лонг. Ал если бұл дәл осылай наоборот болса, не болатын еді? Подтверждение на шорт болатын еді. Мынау. Түсіндіңіздер ма? Бұл налонг подтверждает. Алғашқы 15 минуттың өзі налонг подтверждение берген екен. Алғашқы уақытта шортын ұстадыңызда, одан кейін лонгқа кіріп кетуге бола ма? Болады екен. Не үшін 15 минут подтверждение беріп тұр? Ал 5 минут подтверждение берді ма? Так, 5 минут налонг подтверждение берген екен, бірақ бұл жерде қайта-қайта не істеген? Қайта-қайта фитиль тастап лонгқа қарап тұр екен. Қайта-қайта тастаған. 1 рет, 2 рет, 3 рет тастағанда уже 4-шісінде лонгқа кетіп қалған. 9,5. Алғашқы міне 15 минут жабылғаннан кейін лонгқа кетіп қалған екен. Откатсыз кеткен екен лонгқа. Так, түсінікті ма? Подтверждение на лонг осы. Так, 1 минутпен подтверждениені қалай аласыздар? 1 минутпен иногда мен алдында бір ескерткенім бар. Соңғы 4 сағатқа қарайсыздар. 4 сағат не істеп жатыр, қалай болып тұр дегенге қарайсыздар. Бұл күні қалай болған 4 сағат? 4 сағат негізінде ешқандай не жоқ, андай аккумуляция анау болып тұрған жоқ, бірақ как будто бір бұл как будто бір бұл аккумуляционный наоборот құлап жатқан сияқты. Бұл қалай? Бұл дальше трендін жалғастырғысы келіп тұрған сияқты. Значит, бұл неяқтан жабылды, значит, не жерден ашылды, астыға қарай бір трендін жалғастырып жабылып қалды деген сияқты сондай нәрсені беріп тұр екен. Так, енді
4 сағат иногда мынандай нәрсе болады, иногда 4 сағат қысылып тұрған кезде, мысалға мен мынаған қарасам қысылып тұр деп айта алатын едім ше. Мына уровеньнің несіне келіп қысылып тұр екен. Бір рет фитильмен келген, көтеріп жүрген, 2 рет келген, фитиль астыға барғанда бірақ денесін қайтып көтеріп жүрген. Значит, мына дистрибуцион свечаның зеркальныйынан өсе алмай қалған екен деген уже понимание келу керек та. И понимание келеді, и бұл не істеп жатыр? Бұл мынаның астына түсетін болса, қазір бұл астына қарай ағып кетеді, келесі уровеньге дейін сразу ағуы мүмкін, иә. Егер үстіне шығыпса не істейді, келесі уровеньге дейін сразу өсіп кетуі мүмкін. Сол үшін не істеу керек? Бұндай моменттерде негізінде баға ашыла салып, жаңағыдай иногда тейкін сразу бере салады. Иногда тейкті 15 минуттан кейін береді. Иногда қозғалыс алғашқы 1 сағаттан кейін болады. Соған қарайсыздар. Если алғашқы қозғалыстағы мынандай жылдам мынандай қозғалыстарға бар ғой, мынандай екі жаққа да фитиль барып келген, осы қозғалысқа үлгере алмайсыз ба? Қай жаққа үлгеру керексіз? Алғашқы 15 минут жабылған күтесіз, 15 минут жабылды ма, 10 минут жабылды ма, 5 минут жабылды ма, соған қарайсыз. Алдында негізі 1 минут, алғашқы 1 минуттың өзінде ақ беріп тастаушы еді, подтверждение беретін еді да. Қазір ондай емес, қазір кішкене күттіріп барып беретін болған. Қазір біраз күттіреді, сосын барып беретін болған. ТВХ-сын ше, жоғары қарай болса жоғарыға, астыға қарай болса астыға. Так, баға келді. Өсті, цызына откатын алды, алғашқы шортқа кірдік. Одан кейін не істеді? Лоңқа қарай кетіп бара жатыр. Одан кейін не істеді? Мынау тұр, мына подтверждение, мына шорт. Бұны қалай білеміз? Бір келді, баға именно гептің астынан ашылды. Алғашқы свеча гептің астынан ашылды, екінші свеча гептің астынан жабылып қалды. Прям объемно жабылып қалды да. Бұл не деген сөз? Объемно свечалар пайда болып жатыр деген сөз. Екінші не подтверждает, что кішкене 1 минуттан фитильдер тастап жатыр. Үшіншісі нені білдіреді? Так, үшіншісі Ложный мынау. пробой ма? Я ложный пробой с 2 свечами болып тұр. Одан кейін не болып жатыр? Мына алдындағы қызыл свеча өзінің алдындағы мынау жасыл свечаны полный денесімен поглощение жасап жұтып алды, иә. Біз қай кезде шортқа кіріп кететін едік? Баға мына уровеньге келсе или болмаса уже мынау люфт тастаған. Именно мына жерде люфтті әдем тастаған екен. Шортқа люфт тастаған екен. Осы жерден шортқа откатынан кіріп кетуші еді, иә. Откатынан қорықпай кіріп кетсеңіздер болады шортқа. Если баға өсіп бара жатса, стопты қойып қоясыздар мына жерге. Мына жерге или мына жерге қойып қоясыз, стопты алып кете ма, ничего, нормально. Енді перезаходпен қайтып кіріп кетсеңіз болады, если объемно құлап жатса. Так, мына жерден шортқа кіріп кете салсақ болады, иә. Мынандай жерлерден 1 минутпен қорқып отырсыз ба? 5 минутпен қарап отырасыз. Көрдіңіз ба? 5 минутпен әдемі кетіп барады, ешқандай откатсыз. Кішкене 5 минут лонгқа қарап тұрған сияқты, мысалға мыналар лонгқа қарап тұрған сияқты болып тұр ғой. Мысалға мына, бірақ мына свеча шортқа білдіріп тұр. Шортқа подтверждение именно мына свеча. Ал оның алдындағылар как будто бір поглощение жасап лоңқа қарап тұрған сияқты болып тұр да, бірақ ол кезде не істейсіз? Бірақ ол кезде қарайсыз. Мына жерде не болып тұр? Кезінде кішкентай бір уровень болған, значит, сопротивление болып, бұл жерден құлатқысы келген. Қазір не істеп жатыр? Бұл тура именно соның уровеньнен кішкене өсірді да қайтып құлатып жатыр. Көрдіңіз ба? Екеу повторяйте. Мысалға баға мынандай болса, например, баға келеді, мынандай болып мынандай болса, құлаған кезде де дәл осындай болып құлайды. Көрдіңіздер ма? Мына жердегі уровень бір-біріне әсер етеді. Құлаған кезде де, өскен кезде де. Байқап отырсаңыздар болады. Если 5 минутпен непонятно, что как будто бір лоңқа кетіп баратқан сияқты ма, 15 минут ашып қарайсыздар ғой. 15 минут қарайсыз, 15 минут қарайсыз, что-то 15 минут білмеймін енді. Нормальный сияқты 15 минут қалай болып тұр? Цена закрытияны астынан жабылып қалды. Кішкене көтеріліп жатса, қорқып жатсаңыз, можно шортын жауып тастауға, бірақ шыдайым десеңіз, можете шыдауға. Так, құлады, келесі 15 минут асты қара импульсына құлап бара жатыр. 1 минутпен қарайсыз, импульсына құлап жатыр ма? Я шортқа күтіп отыра аласыз ба? Я отыра аласыз. Уже сіз плюстасыз. Уже не істеуге болады? Не істеуге болады? 5 минут қарасаңыз, 5 минут, бірақ мына жерде подтверждение беріп тұр екен ғой, шортқа қорқпай отыра берсең болады деген сияқты. Я? Осылай болып тұр екен. Так, жалпы осындай баға. Неміз осылай. Подтверждение на шорт болып тұр. 1 минутпен қарасаңыз, 1 минутпен жаңағы именно уровеніңізге, сіздің гепіңізға люфт тасып кеткен екен, ауа тасып кеткен екен. Так, ауа тастаған екен. Сосын міне мынау алғашқы шортқа подтверждение берген, кейін келгенде мына 46-тан наоборот алып көтеріп жіберген. Енді бұл жақтарға неңіз шыдамасақ, кірмей қойсаңыз болады. Егер шыдайым десеңіз, кірсеңіз де болады, иә? Так, нормальный, короче, нормальный жүріс қозғалысы берген екен. Так, бұл не істеген? Кейінгісінде максимальный баға орған 451.80-ге барған.
1 минутпен барғанда мына 52-нікі не перехайл, сағатқа қарасаңыз, екінші 4 сағат жабылып жатыр екен. Екінші 4 сағат жабылып жатыр, значит, бұл не істейді? Бұл минимумына қарай ұмтылғысы келіп тұр деген сөз. Шортқа бола ма? Болады негізі. Если өзіңізге сенімді болып тұрсаңыз, болады шортқа кіріп кетуге. Қарап, бірақ пятница күні жақсы 2 рет кіріп алатын тывық берген екен, иә? Мгм. Так, сондай подтверждение деген осы жалпы. Так. Түсіндіңіз ба, Рахмет. Әйгерім ханым? Иә, түсіндім. Мен ютубтан қарап жүрмін, просто ютубтағы сабақты бірінші алтында айтқансыз ғой. Соның бәрін өткізіп жіберемін да, потом оценкін қараймын ше. Соны осы сабаққа да біреу салып беріңізші деп сұрайыншы деп жүргем ғой. Соны сұрап жатырмын. Негізі екеуінен де подтверждениелері ұқсас негізі. Ұқсас па? Иә, ұқсас. Әкел. Ұқсап кетеді бір-біріне. Так. Андай несі жоқ.